YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін балалық кезіміздің балдәмі болған, ерекше дәмі бар, түрі де өте әдемі, жұмсақ болып шығатын союз пирожныйсын дайындайтын боламыз. Бұның рецепті барлығы өте оңай, жасап бір жасағаннан шығатын осындай ерекше әдемі біздің союз пирожныйымыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа қажет. Егер жұмыртқаларыңыз кішкене болса, 3-ден қоссаңыздар болады. Оның үстіне қант саламыз, жақсылап араластырып, май құямыз. Араласқаннан кейін осы қатығымыздың үстіне ас содасын саламыз. Ол 2 есе көтеріледі. Оны да массаға салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Үстіне разрыхитель салып, бір араластырып жібересіздер және ұнымызды 2-ге бөліп салатын боламыз. Ұн менде електен өтілген ұн. Сол кезде қамыр біркелкі болып шығады. Оны 2-ге бөлеміз. Біреуіне сары краситель қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Бәрі бірдей болуы керек. Екіншісіне қызылды саламыз. Бұлар менде пешевой краситель. Арнайы кондитерлік дүкендерде сатылады. Дайын формаға 2-ге бөліп құямыз. Сол кезде 2 қызыл, 2 сары корждар дайын болады. Құйған массаны біркелкі етіп, осындай жайып шығасыздар. Тегіз корждар дайын болады. Дайын болғаннан кейін оның үстіне варенье, джем, повидло әртүрлі жаға беруге болады. Бұл кремді қажет етпейді. Өзі сондай тәтті болып шығады. Өстіп кезек-кезек барлығын жағып, бір-бірінің үстіне қойып шығамыз. Және қалған бөліктерінен блендерге салып, осындай үгінділер дайындаймыз. Бұлар торттың бетін әдемілеу үшін керек болады. Блендермен оқтаумен езе беруге болады. Әдемі шығады. Оның үстіне қойып, барлығын теп-тегіс етіп сеуіп шығамыз. Бізде союзный пирожныйсы дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі шығады. Жасалуда оңай. Егер продажаға шығаратын болсаңыздар, өстіп ыдыстарға салып, өлшеп, бірден шығара беруге болады. Бұл бір жасағаннан шығатын оңай пирожныйлардың бірі. Дәмі де ерекше, түрі де әдемі. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің жасаған осы пирожныйларым ұнаса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бұл мен оқыған оригинал мастер-класстан жасалынған пирожныйлар, сондықтан қорықпай, барлығын описание бойынша жасасаңыздар, өте керемет шығады.